Оян. Тауар белгісіне қарап, оның қайда жасалды, қалай жасалды, сапасы және құрамын оңай ажыратуға болады және ұлттық атауына зер салып, оны өндірген мемлекет туралы ақпарат ала аласыз. Дегенмен кей тауар қаптамасында, нұсқаулықтарында мемлекеттік тілдегі ақпараттың жоқтығы қынжылтады. Демек, мұны қолға алу қажет. Ішкі нарықтағы азық-түліктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Сауда және интеграция министрлігі сапалы өнім әлеуметтік жобасын іске қосты. Сәйкесінше Оян таңғы хабары да көкжиегін кеңейтіп, әр өңірді шарламақ. Орал қаласының тұрғыны тауарда мемлекеттік тілде ақпараттың болмағаны жайлы бізге хабарлады. Басқа өнімде мемлекеттік тілде ақпарат ілінген, бірақ тұтынушыларға қол жетімді емес деді. Сонымен қала тұрғындарының өзіне сұрап көрейік. Дүкенге барған кезде тауар аласыз ғой, азық-түлік. Сол кезде неге мән бересіз? Только бағасына. Түрін қараймын, бағасына қараймын да алып кете беремін. Бірінші составы шығар. Продукттың бала болған соң қараймыз ғой. Товар алған кезде мен заттардың сапасына қараймын, және де көбінесе жазуын қазақша оқуға тырысамын. Бәрін емес. Кейбір сөздер түсініксіз, шыны керек. Сан түрлі пікір. Оралдық тұрғынның шағымына өңірлік тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті былай жауап берді. Хаттамаларға сәйкес кондитерлік өнімдерді таңбалау мемлекеттік тілде ақпаратты қамтымайды. Бұл кеден одағының 2011 жылғы тамақ өнімдері оның таңбалауы бөлігінде техникалық регламентінің талаптарына бұзу болып табылады. Бұл факт Қазақстан Республика заңнамасының және жоғарыда көрсетілген техникалық регламент талаптарын бұзу болып табылады. Өйткені республика аумағында таңбалауы қазақ тілінде ақпаратты қамтитын тамақ өнімдері ғана міндетті түрде өткізілуге тиіс. Яғни тауарда міндетті түрде мемлекеттік тілде ақпарат болуы тиіс. Бұл тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңында да көрсетілген. Бір тілде не шет тілінде берілген ақпарат берілмеген болып есептеледі. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының 25 бабы 7 тармағы. Біз осы орайда бұл жайтқа нақты көз жеткізу үшін грамматикалық қателері бар тауар қаптамаларын жинастырып көрдік. Олардың бір қатары сауатты жазылса, бірнешеуі тілдік норманы сақтамаған, өрескел қателерге, тікелей аудармаларға тұнып тұр. Шағым түскеннен кейін кәсіпкер қатесін түзеуі тиіс. Егер жалғаса берсе, ол тауарды айналымнан алып тастауы қажет. Қате көрсеңіз, міндетті түрде мына сайтқа шағымданыңыз. Бұл арқылы мемлекеттік тіліміздің қолдану аясын кеңейтіп, мәртебесін көтереміз. Сонымен қатар сапаға сай отандық өнімдерімізге де қолдау болмақ. Ана тіліміздің абыройын ойлау әрі оны қадағалау әрбір Қазақстан азаматының міндеті. Оян да құқығыңды біл. Оян.